Түн мезгілінде шөлді далада сарышаяндарды табу таңғаларлықтай оңай. Сізге керегі тек ультракүлгін жарығы, себебі сарышаяндар өте флуоресцентті болып келеді. Бұл дегеніміз олардың денесінің ультракүлгін жарығын қабылдап, көрінетін жарық ретінде қайта шығаруы. Осы себепті олар ашық түсті неонды жасыл түспен жарқырайды. Бірақ сарышаяннан басқа да флуоресцентті жануарлар бар. Медузалар, қосмекенділер, үкілер, тіпті үйрек тұмсықтар ультракүлгіннің астында жарқырайды. Біз Бейкерсфилдке жақын орналасқан шөлді далада сарышаяндар іздеудеміз. Менімен бірге Карл Клок, Калифорния мемлекеттік университетінің профессоры. Карл ондаған жылдар бойына сарышаяндар флуоресценттілігін зерттеп келеді. Егер сізде ультракүлгін шамы бар болса, барлығы оңай. Сіз оларды дереу байқайсыз. Маған солай көріне ме, немесе ол өз-өзін қорғайын деп тұр ма? Иә, дұрысы аз емес. Көрініп тұр. Өзімнің заманауи сарышаян ұстағыш құралымды шығарайын. Мына медициналық таяқшамды сары түске бояп қойдым. Ультракүлгінде жарқырайды. Осылай затты жоғалтпайсың. Ең бірінші міндетті түрде алды жағынан, кейіннен артынан итеріп ұстайсың. Қанекей, мен тырысып көрсем қалай болады? Got one. And then just gently coax him back in. And I'll usually just kind of do a little side crab walk back. There you go. And just tilt it up. Oh. Unbelievable. Unbelievable. All right, I'm gonna get him. Алайда неліктен сарышаяндар флуоресцентті болып келеді? Менің 12 шақты болжамым бар. Бір-бірден тексеріп көрсек болады. Сарышаян флуоресценттілігінің себебі жайлы 12 түрлі болжамыңыз бар ма? Негізінде 6. Мен кішкене қосып жүрген секілдімін. Флуоресценция барлық сарышаяндарда кездеседі. Мен өз көзіммен көрмедім, бірақ олардың санаулы ғана тобы флуоресценттілікке ие емес. Басқа сарышаяндардың барлығы ультракүлгінде жарқырайды. Алғашқы болжам бойынша бұл тек ескінің мұрасы. Яғни олардың енді ғана жер бетіне көтерілгенде пайда болған және содан бері жоғалмаған қасиетті. Тіпті кейбір басқа қызметке ие химикаттарда ультракүлгінде жарқырайды. Біздің біраз ішкі дене сұйықтығымызда флуоресцентті, бірақ олар ультракүлгінде ешқашан көрінбейді. Сондықтан оларда флуоресценцияның болуы біраз қисынсыз. Мына нәрсе ультракүлгінде сарышаян секілді жарқырайды екен. Бірақ бұл анық сарышаян емес, бұл тіпті тас. Түсі де сәл басқаша. Бірақ мынауың не нәрсе мынау? Бұл жай ғана пластик. Түсінікті. Сіз флуоресценцияны жәндіктерді өзіне тарту үшін қолданатыны жайлы білгіңіз келген. Сонымен сіз бұны қалай тексердіңіз? Қысқасы, мен мына секілді ұсталған сарышаяндарды қолдандым, және олардың жартысын алдым да флуоресценция болмас үшін UV жарықтарын бөгейтін лакқа батырдым. Кейін шыбын жабысқыш қағаз бетіне қойдым да әр бөлікте қанша жәндіктен ұсталғанын бақыладым. Аталмыш экспериментті түн мезгілінде, толық ай кезінде де, жаңа ай кезінде де қайталадым. Және жаңа ай кезінде тапқан нәтижем бойынша жәндіктер санында ешқандай айырмашылық болмады. Ал толық ай кезінде тапқаным бойынша сарышаяндағы флуоресценция азырақ жәндікте ұстауға итермеледі. Бірақ бұл ақылға қонымсыз ғой? Иә, менің гипотезім қате болыпты. Шын мәнісінде олар флуоресценттілген жәндіктерді ұстауға қолданбайды екен. Керісінше флуоресценция кем дегенде ұшатын жәндіктерді ұстауға кері әсерін тигізеді. Флуоресценцияның сарышаянға деген кері әсері болғаны оның басқа нәрсеге пайдасы бар екенін білдірмейді ме? Дөп айттың, бұл жерде оған қарсы тұратын бір нәрсе болу керек. Иә, қарсы тұратын. Сарышаяндар өз тіршілігіне өте жақсы бейімделген. Сарышаян жасай алатын қызықты нәрсенің бірі олардың темір мен никель өңдеуі. Ал нығаю мақсатында олардың қысқыштары мен тырнақтары құрамында темір бар. Темір мен никель бар дейсіз бе? Иә, мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мынаның реңкі өзгеше, және бұл темірдің әсерінен. Маған бұл қатан секілді көрінеді. Мыналар орталық көздері. Анау қара нүктелер ме? Иә, және мұнда үш көз тобы тұр. Әрине олар симметриялы болғандықтан арғы жағында да дәл осындай. Барлығы 8 көзі бар. Ал олар көздерінен басқа жермен жарықты байқай алады ма? Иә, шын мәнісінде иә. 1968 жылғы экспериментте ғалымдар сарышаяндарды жартылай жабылған Петри тостағандарына салды. Кейін оларға жарық бағыттағанда сарышаяндар қараңғы жағына тығылуға тырысты. Содан соң ғалымдар сол экспериментті көздері боялған сарышаяндармен қайталады. Бірақ жарық қосылғанда 93% жағдайда сарышаяндар тостағанның қараңғы жағына қашып отырды.
Бұл таңғаларлық жаңалық болды. Саршаяндар жарықты қабылдау үшін көзін қажет етпейді. Оны олар денесімен де сезеді. Бұл олардың құйрығында көзден тыс жарық сезім бар екенін көрсетті. Осылайша олар жарықты құйрығымен де анықтай алады. Әрине, олар берілген кескінді құра алмайды, бірақ жарықты сезе алады. Жарықты құйрық жағымен сезеді дейсіз бе? Менің гипотезаларымның біреуі флуоресценция қарым-қатынас үшін қолданылады. Яғни көршілес саршаянмен екеуі бірдей түрде екенін анықтау үшін. Басқа, бірақ ықтималдылығы төмен гипотезаның біреуі, олар мұны камуфляж ретінде қолданады. Егер олар ультракүлгін сәулені сіңіретін басқа бетте отырса, және сізде кейбір үкі сияқты ультракүлгінде көретін аң болса, олар өте жақсы талып қалады. Бірақ ультракүлгінде көретін аңдардың саны көп емес. Саршаянмен қоректенетіндердің көпшілігі ультракүлгінде көрмейді. Сондықтан бұл мүмкін емес сияқты. Сіз білетіндей, саршаяндар силур кезінде су бетіне шықты. Ол кезде күн сәулесінде ультракүлгін көбірек болған және бізде озон қабаты болмағандықтан атмосферадағы ультракүлгін сәулесін бөгейтін заттар жоқ еді. Келесі гипотеза ол күн қорғанысы ретінде әрекет етеді. Бұл ультракүлгін фотондарын жұтып, оларды басқа нәрсеге айналдыруды және оларды ағзаға енуден және зақым келтіруден сақтайтын әдіс. Және бұл туралы басқа да гипотезалар болған. Соның бірі, саршаяндар флуоресценцияны қоршаған ортада жарықтың болуын анықтау үшін сенсорлық жүйенің бөлігі ретінде пайдалануы жайлы. Осы идея туралы менің күмәнім жоғалған соң, мен осы тәжірибені орындадым. Мен осылардың әрқайсысына саршаян салып, содан кейін ультракүлгін сәулесінің астына қойдым. Кейін мен олардың қанша уақыт сәуле астында, қанша уақыт қараңғыда және неше рет кіріп шыққанын есептедім. Яғни сіз флуоресцентті және флуоресцентті емес саршаяндарды зерттедіңіз ғой. Дұрыс, мен саршаяндарды ультракүлгін сәуле астына ұзақ қою арқылы флуоресценциялау мүмкіндігін жою немесе кем дегенде азайту техникасын орындадым. Қысқасы, сіз олардың экзоскелетінде флуоресценцияны тудыратын химиялық затты алып тастауға тырысасыз. Яғни сіз оны бұзасыз ба? Негізінде сол химиялық затты әрі қарай дұрыс жасамауына әсер етесіз. Кейіннен біздің тапқанымыз бойынша саршаяндардың белсенділік деңгейі өзгерді. Сіз оларға ультракүлгін сәулесін түсіретін болсаңыз, флуоресцентті емес саршаяндар қараңғыда жүрген секілді әрекет етті. Және олар үшін ультракүлгін сәулесі мен қараңғылықтың айырмашылығы болмады, ал флуоресцентті саршаяндар ультракүлгін астында белсенділігін төмендеткен болатын. Ал сіз бұл тәжірибеден қандай қорытынды жасадыңыз? Флуоресценция саршаяндарға ультракүлгін сәуленің бар жоғын көрсетеді екен. Дуглас Каффин атты басқа зерттеуші мынадай фразамен келген болатын. Бұл нәрсені мен айтқан болсам екен деп армандаймын, бірақ әттең олай емес. Дуглас оны бүтін денелік фотон анықтаушы деп атайды. Яғни бұл олардың сенсорлық жүйесінің бөлігі. Бірақ біз білмейтін бір нәрсе, тіпті бүкіл денесін фотондық сенсорға айналдыру арқылы неліктен саршаяндардың ультракүлгін сәулесін анықтауды соншалықты қатты қалайтындығы. Бұл олардың түнде шығуы керек пе, жоқ па екенін анықтаумен байланысты болуы да мүмкін. Ультракүлгін саршаян денесіне тиген кезде ол флуоресценцияға ұшырайды. Кейін пайда болған жасыл түсті саршаян құйрығы байқау арқылы бақылауда екенін түсінеді және тығылатын жер іздей бастайды. Саршаяндар ұзақ уақыт аштыққа төзімді. Олар жиі тамақтанбайды, себебі олар үшін сыртқа шығып жем жинау қауіпті. Сондықтан егер сіз толық ай кезінде сырттан саршаянды көрсеңіз, оның қатты қарны аш екенін түсінуге болады. Ал қарны тоқ болса, олар іште қалар еді. Олар мұны негізінен қоршаған ортада өздерінің белгісі ретінде қолданады және білесіз бе, бұл қаншалықты жарқын екенін айтады. Бұл менің қаншалықты тірі қалғым келетіндігімнің белгісі, ал бұл менің қарнымның қаншалықты аш екені жайлы. Ал мынау менің тамақтануым үшін қаншалықты сыртқа шығуым керек жайлы. Содан соң осылар арқылы мен сыртқа шығуым керек пе немесе шұңқырда қалуым керек пе екенін шешемін.